Қайырлы күн, әсерленген тыңдармандары. Арнама тіркеліп лайк басып, комментария қалдыра отырыңыздар. Салмақ. Әңгіме расында да артық салмаққа байланысты біреулер үшін бұл мәселе болмағанмен, Жәмила үшін үлкен мәселесі болатын. Әңгімесі кейіпкеріміздің бойжеткен шақтан бастауды жөн көрдім. Үйдің тұңғышы, мен де кемпірдің қызы болдым. Еркін өстім. Тіптен шешемнің туыстарына да үйіне жібермейтін апамның мен дегенде шерасы бөлек болды. Мектептен кейін педагогикалық колледждің мектепке деген даярлық бөліміне тамамдап келдім. Ол кезде бала бақшада орын болмаған соң, апам мектеп қабір кітапханасына жұмысқа орналастырды. Дене бітімім аяқ қолы балғадай деген теңеуге тура келдім. Түр әлпетім өкпем жоқ, қара жұмыс менің қолым еді. Үйде өңкей қыз едік, ең кішкентайымыз ғана ұл. Шөп ору, мал жайғау, отын бұтау деген таңдамайтын едім. Сол себепті де ауылдағылар әсіресе үлкен кісілер адам салып көп айттыратын. Басымда ала қашамын, себебі де жоқ емес. Шешемнің туған кішкентай інісіне үйлену тойында нағашы ағамның жолдас болды. Бай болды ұнатып қалғамын. Бай бол ұзын бойлы, қақпақ жаурынды келбетті жігіт екен. Маған бір ержүрек болып көрінді. Мүмкін ғашықтық сезімді алғаш басымнан өткізгеннен кейін маған солай көрінді ме екен. Ес-түссіз есім кетіп, енді нағашыларымның ауылында баруды жиілеттім. Апамның да қызғануы баяғыда емес, басылған. Осы жолы барғанда нағашы атам: «Пақ шіркін, Пәтима құдағи, осы сенің осында келіп жүргенінен хабар бар ма? Әлде есеп нағашыларыңды мойындайын дедің бе?» деп қағыта кетті. Мен де сол басынан сөз асырмайтын Пәтиманың қызы емеспін бе? Мойындасы несі бар? Барлығымды келе бермейтін қырымтары қайтарып, ол маған жиендігімді түгелдей жүремін дедім мізбақпастан. Мұна жиен асырды, бала күнде мойындағанда атаға тайым дөнен болар еді. Кештетіп жүрсе де құр қайтармайын. Өрістен келген бір сиыр малын қалағаныңды ал, деді нағашы атам мәрттеніп. Толық мойындағанмен белгісі ретінде барып нағашымды құшақтадым. Жақында түскен ақ жеңешем самаурыннан баптап, қаптап шай құйып отыр. Жеңеше дегенмен менімен түйде құрдас. Самаурыннан әрірек нағашы апамыз отыр. Нағашы апам өмірден өтіп кеткен. Бұл атамның екінші әйелі. Ағам да қазақша айтқанда тоқалдан туылған. Атамыз осы ауылдың ауғаттылардың бірі. Мына байқағанымыздай шаруашылығы біраз үй жылқысы, қара мал дейсің бе, қысқасы 4 түлігі түгел. Тек шешем анасы болмаған соң болар көп келе бермейді. Іні сіңілерімді жіберіп тұрады. Менің жағдайымды білесіздер, енді келіп жүрмін. Бұл үйде менімен әңгіме жарасатын атам мен жеңешем, жеңешелі қайын сіңілі болып сырласып жүрміз. Айболға ғашықтығымды білетін де жалғыз өзі. Шай ішіп болғасымен мен де көмектесе кеттім. Асханада қайнап жатқан еттің сорпасына қамыр илеп тұрып: «Бикеш, сен ренжіме, ол сен жайлы сұрамады. Көңіл күйімді түсірмесем дегені болар артынша. Атам атаған сиырды Байболға айдатып апарып берсін дегені. Оның жүк көлігі бар ма? Атам үйден тұрған жүк көлігі нағашыңа жөндеп шаруаға қол істебеді. Біздікі Байболды шақырып келген. Бір аптада іске қосқаны риза болып, атам сол жігітке шопыр боласың, айлық төлеймін деп мінгізіп қойды. Ағаңа да сол керек еді. Тіптен қуанып кетті. Әңгімені осыдан бастаймыз ба? Әрі қарай өзің ептеп аласың ба? Қайдам? Ет пісе бергенде үйге даурығып екі жігіт кіріп келді. Бізбен ауызша атаммен қол беріп амандасқандардың бірі Байбол еді. Мен сол баяғы тапырладым да қалдым. Мақтап жүреді екенсіңдер, жоғарлатыңдар, ет те пісіп қалған болар деген атам дауыстап. Нан саламыз,
Отырыңда деп жатырмыз апамызда. Жеңгем қамыр жайып, мен тұздығын турап көмек беріп отырмын. Аспаннан іздеген жерден табылды деген осы. Жаман қорқып тұрмын. Саспа, бәрі жақсы болады. Дастарханға ас келіп, әркім өз сыбағасын алып жеп отырмыз. Сөзді атам алды. Әй Байбол, мына отырған жиенім Жәмила деп мені меңзеді. Екеуің де атымен атап Байболдың мақтауын келтірген еді. Менің құлағыма майдай жақты. Шырағым, осы балаға тағым бір малым бар еді. Соны ертең жеткізіп сала қойшы, деді. Ол да келісе кетті. Мәселенің өзі-ақ шешіп жібергенді атам жақсы көремін. Нағашымның атаған серімен ғашық жігітімен ауылға келе жатырмын. Серік болсын деп інімді ертіп жіберген. Бекер ерттім деп едім. Байболдың Елдоспен әңгімесі жарасып отыр. Кімнің баласың? Папамның. Папаң аты кім? Ру мектеп ойын сабақ түк қалған жоқ. Соңынан мектепке Гүлжан деген апай бар ма? Деп еді. Мен түкірігіме шашалып қалдым. Қайсы? Екі Гүлжан апай бар дейді. Дей бергенде Байбол жол сұрап әңгімені сұрап жіберді. Мен отырмын, әлі сөз айтпаған жігітті белгісіз біреуден қызғанып. Осылай жеңгем айтпақшы ептей алмадым. Бірінші әрекетім сәтсіз аяқталды. Апам ол жолы келгенімізге қуанып қалды. Бізден нағашымыздай дәулет болмағанмен ешкімнен кем емеспіз. Мүмкін бай болса Байбол болар ма деген ұры ғой менікі. Сабақ басталар алдында мектептегі жұмысымыз қызып жатыр. Кітап тарқатып жатырмыз. Жаңа оқушылардың арасында Гүлжан есімді келіншек бар екен. Арғы беттегі Бейсенбай молданың түсірген келіні болып шықты. Күйеуі Ермекті де танимын. Момын жігіт болатын. Елдің сөзінен жолдастары осы келіншегін алып қашып әкеп берді деп естігенім бар. Мектепке ағылшын тілі маманы керек деп директорымыз бірден жұмысқа алыпты. Әзірге білетін ақпаратым осы. Байбол неге сұрады? Қандай қатынасы бар екен деген сұрақтар өлтіріп барады. Өзімді маңызды ұстап жаңадан келген ұстазға қыр көрсеткім келді ме, әлде қызғаныш па? Кітаптарды жыртпай сызбай өткізіңдер деді даусымды нықтап. Жарайды деп шығып кетті. Киген көйлегіңді көлбеңдеп қыпша беліне тапқан белбеуі бөксесін айқындап тұрады екен. Осындай бел маған неге бұйырмады екен? Сыртынан қызға да қарап тұрып қалыппын. Қой, ақыры тиген байына тиген екен. Мұнысымен дос болып әңгімеге тартып көрейін дедім. Бір кітапты іздеген болып сыныбына бардым. Мұна таныспаспын ба? Кітап тарқатқан кезде бір, жинаған кезде бір, әбіржейміз осылай. Жәмила деп қолымды создым. Гүлжан танысқаныма қуаныштымын деп жымиды. Ақылды сабырлы көрінді. Көркіне ақылы сай екен көрініп тұр. Менің де ішімде тырнап тұрғаны осы. Осы күнге дейін менің де апама ұқсап қызғаншақ екеніме көзім жетті. Гүлжанмен бірге қайтатын екеуміздің жолымыз екі бетте тұрамыз. Сол себепті бәрібір үйге түскі асқа барып үлгермейміз. Кітапханада тоқ шайнек бар. Осында шай іше салайық деді. Үйдегілерді ескерткенім жоқ. Үлкен кісілердің ас ауқаттарын беруім керек. Одан да ертең солай жасайық. Енеме де ескертіп келейін. Сыныпты тазалау үшін жуу құралдарында ала келейін деді. Өзің жоспарсыз жүрмейтін дәлелдегендей болды. Шынымды айтсам, мына келіншектен көп үлгі алуға болар екен деген ой келді. Іштегі қызыл ит ентелеп ол тұр. Не керек? Ертеңіне нан панымызды алып келдік. Менікі пакетке салынған жарты табаннан мен шешемнің сары майы. Гүлжан болса шағын банкіге салынған варенье мен аз ғана туралған ет пен екі бәдірен екі помидор алып шықты. Ішінен нанды көбірек алып келгенім дұрыс бопты. Жармай қалғаның тілігі ғой мынау деп күліп отырмын. Бір қасиеті тамақ жеп отырып сөйлемейді екен. Бір тілім нан мен ұқыптап туралған салат мені екі түйір ет жеді де
аз ғана шайға қанағат тұтты. Мен сарымай жағып әлгі жұмсақ табан нан мен салатты да етті де соғып алдым. Ұялған тек тұрмас деп. Бірақ мен жей бе, алсаңшы десем, ас болсын дейді де қойды. Осындайда мінезімнің ашықтығы көмек береді. Барлығы түскі асқа кеткен, мектеп екеумізде қалған сыңайлы. Біраз әңгіме айтып, Гүлжанның ішек сілесін қатырып күлдірдім ау. Біраздан бері бұлай күлмеген сияқты, ішім босап, көзімнен жас аққанша күлді. Мен ақ сөйлей берем бе, өзің жайлы бірнәрсе айтсаңшы. Ренжіме, көп әңгімеге жоқпын, мінезім тұйық. Сол себепті де достарым көп емес. Онда дос болайық. Сендей досым болса жаман болмаспын. Осы жерге келгені бірінші адам достық ұсынып отыр. Досынан көңіл қалған кезімде болған. Дұрыс шешімді ойланып, ертеңі қабылдайсың деп ақылдығын салып. Дос деген ұлы қасиет екенін білеміз, жауапкершілігі де орнас. Пікіріңді де дәл досың айтқандай ешкімге жеткізе алмайсың. Сырыңды да досыңмен бөлісе аласың. Дәл осы сәтте ішімдегі әділдік пен қызғаныштың қайсысы жеңерін білмеген күрес болып жатыр. Қанша жерде махаббат отына күйсем де сатқандыққа жол бере алмайтынымды түсіндім. Гүлжанның сақ сөйлегеніне қарап, оңайлықпен сыр шашпайтынын байқау қиын емес. Расында нағашыларының ауылынан екен. Бірден сол ауыл жайлы білгенімді айтып жатып, өткенде нағашыларым берген қара малды ағамның жолдас баласы Байболдыға жігіт әкеліп тастап еді. Сені сұрады. Ол кезде сені танымаймын ғой, дедім де ол жігітпен өзім сөйлескендей. Менде несі бар екен, деді де қойды. Ішімнен дедім. Сонша бір түрінің өзгермегеніне қарап, араларында байланыс жоқ екенін деп шештім. Гүлжан, күйеуге қалай шықтың? Қалай шыққанымды білмейсің бе? Алматпен қыз жігіт болып жүрмедік. Сыртымнан ұнатып жүрген екен. Өзі момын болған соң сөз айта алмаған достарын айтса, олар да екеуміздің тағдырымызды шешіп жіберген сияқты. Күндіз-ақ қалада жүрген жерімнен алып қашты. Бірақ бір қызық жағдай болды. Атам иман жолындағы адам екен. Өз аузымнан еріксіз келгенімді білді де бір туысын ертіп әке-шешеме барып кешірім сұрайды. Балалар қателік жасапты. Қызарыңызды әкеліп бер десеңіздер әкеліп берейін. Екеуінің сөзі жоқ екен депті. Үйде әжем бар екен. Қызымның өзі шешсін. Барып өзімен сөйлесіп кел деп анамды жіберді. Анам келіп еді, еңіреп жылап жібердім. Алматты шақырып сөйлесіп еді, ол да жылап тұр. Мені бірнеше жылдан жақсы көретінін, сөз алуға баталмағанын айтып, кәдімгідей анамның көзінше жалынып жылағаны. Өзімнің жаным ашып кетті. Ер адамды жылатып, алысқа бара қоймаспын деп, оның үстіне иманды адамның баласы ғой, жаман бола қоймас деп, осы шаңырақта қалдым. Көріп жүрген айғай-шу, табалдырыққа кемпір жату деген дүние болған жоқ. Осылай қатты сүймесем де Алматқа күйеуге шықтым. Бір-бірімізге үйреніп қалдық. Ата-енемде жайлы жандар. Құдаларымен 100 жылдан бері танитындай араласып, көз тимесін деп құрбым сөзін аяқтады. Гүлжан, шыныңды айтшы, сүйген жігітің бар ма еді? Болған. Екеуміздің жолымыз екі айырылғаны қашан. Қыз жүргенді бір сыры қалған еді, деп тағы жұмбақтады. Менде құрбымның бұл әдетіне үйреніп келемін ау, әрі қарай сұрамадым. Көңілім тоқ болып жүрмін. Жұмысымызға барып келіп, әйтеуір қоғамға пайдамызды тигізіп жүрміз. Үйдегілерде көз болғанда үй ақтайын деп болып қабынып жатыр. Апам, келген қонақ комиссия емес шығар, көңіл суытса да тыныш отыра алмайсың ба? Деп шешеме ұрысып жатыр екен жұмыстан келсем. Апа, білесіз ғой, үйге бірінші рет келген жас келіндерден ұят емес пе? Қыздардың істегені маған жақсы, үйренгендері өзіне жақсы, есесіне тазарып қалады деп жатқанын естіп әңгіменің мәнісін түсіне қойдым. Кімдерді шақырып жатқандарын сұрадым. Ауылдағы немере ағам мен жеңгем мен нағашы ағам жеңгемізге есік көрсетпекші екен.
Осы жерде Гүлжан құрбымды да күйеуімен шақырайықшы деп едім, келсе кетті. Межелі күні қонақтары күтіп отырмыз. Менен кейін студент сіңілім Кәмила дастарханды гүлдетіп қойды. Алмат пен Гүлжан бірінші келді. Артынша ауылдағы ағай жеңгем кірді. Қонақтар толық жиналғанша диванға жайғасқандардың әңгімесі жарасып-ақ қалған. Құрбымды шақырғаныма қуанып отырмын. Есік ашылғаннан нағашым мен жеңгемнің дауысын танып отырмын. Қонақ бөлменің есігінен кірген жұп күліп амандасқан. Жеңгемнің мен жаққа қарап көз қысқанына түсіндім. Сәлден соң есіктен Байболдың кіріп келе жатқанын өз көзіммен сенбей қалдым. Ақ жеңешем көз қысқанын енді түсіндім. Есіктен кірген Байболдың көзі Гүлжанға түскенде жарқ ете қалғандай байқамау мүмкін емес. Ақиқатында сасып қалдым. Жеңгемнің бетімді сүйіп тұрып, не сыбырлағанында уайымдап тұрып естімей де қалдым. Бөлмеден шығып кетіп, коридорға айнадан бетімнің қызарғанын көріп шошып кеттім. Алдынан шыққан Кәмилаға сасқанымнан, салфетка қайда деппін ғой. Жындысың ба? Тұр ғой столдың үстінде. Қағазы керек пе, шүберегі керек пе? Әжем дұрыс айтады. Тура бір комиссия келетінде ғой түрің, деп сөйлеп алды. Әншейінде басымнан сөз асырмайтын түрімді көрсең ғой. Екі бет ыстығы көтерілген баладай қып-қызыл телеп кеттім. Кәмила ыстықтадың деп ойладау, жеңілді киініп алсаңшы деген. Жеңіл киінгенімді киіп кірдім. Басқалар да сол үшін шықты деп ойласа жарар еді. Дастархан басында үлкендерді отырғызып, апам дастарханның батасын беріп жатқанда бос жерге отыра кеттім. Шешем шай құйып, әкем қонақтарды таныстырып жатыр. Кезек күткенмен қонақтар келгенде, бұл Байбол, менің жауылдас балам. Әкем жастар еркін қыдырып келіңдер деп үшеумізді жіберді. Досым рөлде деп нағашы ағам жалғап жіберді. Осы кезде Гүлжанға қарадым. Ол да сен айтқанын жігіт қой дегендей басын изеді. Шай ішіліп, ет желінгеннен кейін үлкен дастарханға бата беріп жастар өздерінің отыра беріңдер деп тұрып кетті. Бұл кезде ауылдағы жеңгем шай құйып, қалғандарын ерін жайғасып алған. Гүлжан мен Алмат ақылдасып отырғандай көрініп еді. Қайтуға рұқсат сұрады. Рұқсат Алладан. Оларды шығарып салуға шыққанымда нағашы жеңгемде бірге тұрып, мені сыртқа шығарып, үйдің сыртында тұрып, бикеш шошып кеттің бе? Сенен түк шықпайтынын біліп, Байболмен сөйлесейін дегенім, ағаңның рұқсатымен. Ағам да біледі ме? Деп қызарып кеткен бетімді шымшып. Амал жоқ, айтуға тура келді. Ол да қызғаныштың біреу емес пе? Қызғаншақтың. Басқаша ойлап қалар. Содан әке-шешесі үйлен деп қылқылдап жүр екен. Анасының аяғы ауырып жүрген сияқты. Малға жарамайды депті. Мен сен айттым, пісі қыз, оқыған, Мағылжанды опшым жер көкке тегізбей мақтадым. Бізбен танысқан боласың. Болашақ қайын жұртыңмен таныса бер деп ертіп келдік, если что, деді ғой жеңешем. Жеңеше, айтқандай Гүлжан жайлы не білесіз? Әзірше ештеңе, ауылға барған соң сұраймын. Осымен екеуміздің диалог бітіп, үйге келіп қонақтарым әңгіме құрадық. Бұрынғы әдетім болса, елдің бәрін күлдіртіп отырар едім. Сценарий бойынша қыз боп сызылуға тура келді. Өз сіңілерім байқап қойып, тырқылдап күліп жүр. Шығарып салып тұрған Байболдың көзіне көзім түсіп еді, тез көзін алып кетті. Өзімше ұялғаны болар дедім де қойдым. Ол кезде әйтеуір телефон жоқ па, онша байланыс жоқ. Екі ортаны жол қыламыз. Шүкір, ауыл арасы жақын. Бір барғанымда жеңешем Гүлжан туралы білдім. Байбол екеуі махаббат болып әжептәуір жүріпті. Кінә қайсынан екенін ешкім білмейді. Ажырап кетіпті деп отыр. Құрбым, не себептен сырын айтпады екен? Өзінен сұрармын деп ойладым. Әңгіменің орайын таппай жүріп едім. Мектепте болған жаңа жылдық балмаскаратқа Гүлжан да өзі әңгіме бастады. Жәмила, құрбым, осы бір нәрсеге жүрегің ауырып жүрген жоқ па? Бұрынғыдай көп ашылмайсың. Күлкің де бұрынғыдай емес.
Әлде ғашық болып қалдың ба? Ғашық болса болмайын ба? Әрине болады. Құпия болмаса айтсаңшы. Құпия. Осы кезде даусым қатты шығып кетті білем. Мен кішкене екенмін ғой, иә? Неге? Менің ойым әлі сол Байболда. Түрімді көріп шошып кетсе керек. Қой, уайымдайтын ештеңе жоқ. Біздің үйдегілерді білесің ғой, сені жақсы көреді. Содан қайнағам бар. Серіков ермек пе? Дәл өзі. Ол да менің күйеуім сияқты қызға сөз айта алмайды екен. Сені ұнатып жүр екен. Менің арам ойым Байболдан қызғанып жасап тұрған қылығы деп тұжырымдап тұр. Маған тие қал деп тұрсың ба қайнағаңа? Жоға, сөйлесіп көр дегенім ғой. Біздікілерді білесің. Айғай шу жоқ, тыныш отбасы. Ата-енемде Құдай деген жандар. Түскеніме 8 ай болды. Шәй дескен жоқпыз. Енем тіптен супер. Өзіңе келгенде сайрайды екенсің ғой. Енді құрбымды сырт жаққа емес, қасымда қалғанымды қалағаным ғой. Ой, бір майсыра, сыртқа кететінімді деп біліп алыпсың ғой тегі. Маған айтпай қайда кетіп жатыр едің? Уақытында білесің дедім де жұлынып кетіп қалдым. Тура бір елде байға тиетін жалғыз менде. Сертескен достық қайда болды? Құрбымның көңіліне қарау сай қайда? Қызыл етіме ерік беріп алып үйге дейін өкініп жылап келем. Ай осы ит мінезім ай. Қысқасы каникулда басталып кетті. Жаңа жылдың 1-ші күні үйге нағашымен Байбол құттықтауға келіпті. Тағы да таң қалдық. Анам бізді сынаған ма бұл деп тоңқылдап жүр. Кәмиламыз дастархан жасаудың ұстасы емес пе? Демде-ақ үйдегі бардан столын дөңгелетіп жіберді. Қонақтар келгенде мен қора тазалап жүргенмін. Көң сасып тұрмын деп жонып келгенше екеуі әңгіменің бата сұрап отыр екен. Осы келіп кеткеннен кейін үйге Байболдың анасы мен абысыны келді. Келген қонақтар мен жұмыстан келгенше күтіп отыр екен. Қонақ бөлмесінің есігінен кіріп амандасқаныма анау бір арық ұзын бойлысы аяғымның басына дейін сынай қарады. Дәуде болса енешкам осы болар дедім. Қателеспеппін. Дастархан басына отыруымды сұрады. Үйдің үлкендері түгелі отыр. Әңгімені мені сынап отырған әйел бастады. Апама қарап, руымыз бір, апам екенсіз. Бізде ұл бар, сізде қыз бар екен. Қызыңызды айтырып келіп отырмыз. Біздің баланы көріп жүрген боларсыздар. Жәмиланың нағашы ағасының жолдас баласы Байбол. Әлгі шопыр бала ма? Деп сұрады апам. Иә, өзі. Қызарыңызды ұнатып қалған сыңайлы. Егер қарсы болмасаңыздар, той қамына кірісеміз. Дәл осы кездегі ішкі толқынысымды жеткізу мүмкін емес. Бір жағынан армандаған жігітіме күйеуге шығатынымды ойлап бақытқа кенелсем, екінші жағынан қорқыныш пен жауапкершілік қылқындырып жатқандай алқымы қысылып барады. Біраз уақытта созылған үнсіздікті апам бұзды. Шырақтарым, өзі бала мен баланың сөзі бар екен. Той туралы әңгімелеріңді жылдамдатып жібермедіңдер ме? Деген апамның даусы қатқыл шыққанда өзім қорқып кеттім. Апау, біздің де мақсатымыз айқын болған жоқ. Қыздарыңызды ұлымыз ұнатып, көңілімізден шыққан соң келіп отырмыз, деді апамның сіңілісі. Көңілдерінен шығатындай не істепті менің қызым? Осы жерде апамның қызғанышы оянып кетті білем. Апасы, ашуланбаңыз. Бізде сұрастырып келіп жүрміз. Өнген жер екенсіздер. Жәмилада оқыған, жұмысында абыройлы деп естіп келдік. Қасымда отырған келінім Байболдың анасы. Мектепте бастауыштан сабақ береді, мұғалім. Жәмила екеуінің мамандығы бір. Бізде сол қызыңызды ойын білуге, өз аузынан естуге келдік, деді де сәл бәсең дауыспен. Осы жерге руларының қай елмен құдаларыны болғандықтан әулеттерінің Байболды мақтай жөнелгенде болашақ дәу енеміз аузы-аузына жұғыспады. Онда бізді сұрастырып біліп
қызбен сөйлесіп алайық, жауабын сосын айтармыз деп апам шорт кесті. Олардың жоспарына бұл шешім тура келмеді. Біраз сөзге тартып еді, апам да көнбеді. Ақырында қызы бардың назы бар дегеніңіз болсын деп шығып кетті. Гүлжан кеткен соң бір ұяламын. Далаға шығып келдім. Қарным шұрылдап барады. Кешкі асқа қуырдақ қуырып жатыр-ау, иісі мұрнын жарып жатыр. Бөлмеге кіріп, әлгі банкілерді алып шығып теледидар көріп отырған апамның қасына барып, Гүлжанмен бірге жасаған банкілерді шығарып көрсетіп бердім. «Әй, жының басылды ма?» деді де апамды құшақтай алдым. Негізі өзі ірі болсам да, жүрегім нәзік. Апам да сондай. Екеуміз мен күйеуге шығып кетіп бара жатқандай жылап отырмыз. Сен ренжіме. Айттырып келді екен деп келсе салатын, сен бір өтпей тұрған қыз бедің. Апау, кешірші. Қойш, не керек? Дастарханға келген қуырдақ па? Икрада кешкіден бері асқазанның сұранысын қамтамасыз еттік. Таңертең жұмысқа бардым. Біреудің балаларын дұрыс тәрбие беріп, былай шығып гуглдейтін мұғалімдерде жетерлік екен. Біраз әңгіме болыпты. Біреулері сеп-семіз қыздарын айтырып келгенде шүкір демей ме деп жатса дұрыс болған екен. Жәмиледе баябой қызға көздері бекер түспеген екен. Ілмегендерді көріп, аяқ-қолы балғадай қыздар дұрыс деген десіп жатты. Кітапхананың еден жуып болам дегенше Бану апамның соңғы аппаратымен сосындап алдым. Соңынан көре алмайтындар оттай береді деп қорытындылап тастады. Түстен кейін Бану апам екеуі өкпесін қолына алып тағы келіпті. Дәуде болса, сені айттырған жігіт келіп тұр. Ұзын бойлы, әбәдемі. Біздің ауылдың баласы емес, тошына. Сені шақырып тұр. Неғып отсың деп тұрғызып жіберді. Кітапханадан
Сыртқы есікке дейін енді жете алсамшы, екі аяғым әлсіреп барады. Терезеден сыртқа күтіп тұрған Байболды көргенімде тіптен жүрек соғысым жиілеп, өзімді әрең ұстадым. Қол алысып амандастық. Жағдайымды, үйдегілерді тіптен Елдосқа дейін сұрағанда ішім жылып қалды. Бір-екі әзіл айтып күлдіріп те қойды. Қатты күлсем, жарытпай қоятындай жаймен күліп тұрмын. Жасандылық деген осы екен ғой, тәйірі. Кешке кездесуге шақырды. Келістім. Үйге барған соң кешті болдыра алмай жүрмін. Бір кірем, бір шығам. Біресе шалбар киетін болдым, біресе көйлегімді түктеп әуреге түстім. Күн суық болса да капрон колгот киіммен юбкамды киіп алдым. Дәмем, аудан орталығына кафеге барамыз деп ойладым. Мына әңгімесі соған келген еді. Не керек? Үйдегілерден қыздармен отырамыз деп сұранып шығып кеттім. Бір жолдасымның көлігімен мені Байбол өзі шығып есікті ашып отырғызып алды да арғы есігінен өзі келіп отырды. Қасымда отырғаннан кейін қолымды ұстағанына елжіреп жігітімнің әр тынысына сесініп мәзбін ғой. Ал енді мені иығымен құшақтап еді, тіптен ауышып қалдым. Қапсыра құшақтаған ерніме ыстық ерні тигенде өзімді толықсып бара жатқандай сезіндім. Құлағыма жаймен, Жәмила, жаным, сені сүйіп қалдым дегенде бақыттан басым айналды. Осы сәтті қанша күттім десеңізші, маған бейне бір түстей көрінді. Осы түс аяқталып қалмаса екен деп тіледім. Аз ба көп пе қанша уақыт өткенін білмеймін. Шуылдаған адамдар есікті ашқанда әлгі түстен шошып ояндым. Келін келді. Құсың құтты болсын, Байболжан. Орамалды әкеліңдер, жеңгелерің түсірсін деген дауыстар жан-жақтан жамырап жатыр. Осы кезде ғана Байболдың көлігіне өзім мініп, өз аяғымен келіп, тіптен алып қашыпты деген теңеуде туралы келмейтін көрініс орын алды. Бәрінен де жігітінің ернін еріп қашып кетіпті деген дұрыс келетін шығарау. Қас пен көзің арасында басқа елге осылай келін болып түсіп жаттым. Екі жағамнан жеңгелерім демеп, енем болса алғаш келдім деп айналып толғанып, басыма ақ жаулық жауып маңдайымнан сүйіп жатыр. Былай қарап тұрсаң бақытты сәт, балалығым ба, шалалығым ба, әлде мұндай жағдайда бұрын соңды көрмегендіктен бе? Апам не айтамын деп еңіреп жылаппын ғой. Біреу түсінсе, біреу түсінбейді. Үйге ояң аяғыңмен жыламай кір деп айтып жатыр. Басыма орамал тағып, қазақ еліне тағы бір томпиған келін болып қосылдым. Жаз деген қолхатты жазып бердім. Бұл жолы апам көп сөйлемепті. Хатымды оқып берген шешеме одырайып бір қарапты да бөлмесіне кіріп жатып қалыпты. Кешірімшілер кетерде ғана басын көтеріп батасын берді деп естідім. Маған мықтап ренжігенін білдім. Амал қанша, осылай сүйгеніме қол жеткізіп алғашқы бақытты күндерім өтіп жатты. Біздің үйде қыздар көп болса, бұл үйде өңкей ұл-балдар екен. Атам да енем де қарапайым жандар болып шықты. Байболды інілері тыңдап айтқанын жасап жүр. Оған қуанып қалдым. Маған ұнамаған бір нәрсе болды. Үйге кіріп келгеннен ақ үйдің кірлеп кеткені аңғару қиын емес. Көрпе төсектің кетпей қалған тақтары, перделердің оңып кеткені, бір-екі ескі жиһаздың тозып кеткенін көріп көңілім түсіп кетті. Есесіне қораның іші тап-таза, тіптен сиыр сауғанда отыратын табуреткеге дейін өз орны бар екен. Бұл енді ер адамның пысықтығын көрсетіп тұр. Бұл көрініске жауапты енем былай көберді. Өңкей ұл болған соң үйдің жағдайы осылай. Бір өзім үлгермеймін. Жұмыстан келіп тамаққа кірісем, нан сиыр, аяғымда жарамай жүр. Басымда ауырады. Құдайға шүкір, Байболым өзіңдей келін әкеліп қолым ұзарып қалды. Өзіңе тапсырдым. Игеріп кетерсің деп сенімдемін деп жапқұрылдап жан барма. Жаңа түскен келімін. Күйеуімді жақсы көріп тұрмын. Тазалықты жаным сүйеді. Мына көріністі апам көрсе сойып салмай ма? Қой деп білекті сыбана кірістім.
Енесін жамандады деп сөге көрмеңіз, әңгімені қалай бар солай айтып отырмын. Құтты болсын айтып келген енемнің ұжымдастары келгенде ол кісі момын қой аузынан шөп алса да көп алмайды деп мақтап көп ауырады. Дұрыс қарап сыйлауымды өтінгендей болып кеткен. Бәсе жұмыстан келісімен жатып қалатыны сол екен-ау деп ойладым. Барынша келінді қызметімді адал жасап жүрмін. Бала күнімде көрші балдармен көп ойнағандықтан болар, олдармен тез тапсамын. Мен күйеуге шығып кеткеннен кейін Елдостың да сабағын жақсылағанын сол себепті болар. Қысқасы қайныларыммен тез тіл табысып алдым. Үйдегілер құдалық жайлы сөз қозғай бастағаннан үйді дұрыстап тазалау үшін шәй басында ақылдастым. Бұл кезде көктем түскен еді. Құдалықтың өзіне құрау ақша керек. Жаздың бірақ ремонттаймыз деді. Бәріміздің ынтамызды байқап отырған атам, қойшы, ағаңа қосқан баяғы 2 сиырды алып келемін. Жылда қысыр болып жатыр ғой деген жеңгең. Неге бедеу болып қалғандарын, одан да сатып құтылайық деді. Оңтайлы сәтті пайдаланып, содан момын деген енем шықсын жұлынып, қолына түскендері қиратып, 40 жылы алыс берісі бар ма? Қысқасы мені есептемеу керек әңгімелердің бәрі айтылды. Ақырында осының бәріне мені кінәлап, өзінен басқалардың бәрі өзіне қаратып алдың деп айып тақты. Байбол маған шығып кет деп бөлмемізді көрсетіп, күйеуім сөйтсем не боларын сезіп отыр екен. Бөлмеме кіріп кеттім. Барлығы естіліп жатыр. Өй, әкеңнің кеше түскен келінде нең бар? Маңдайынан 5 елі ұрысы бар екен қайта. Үйіміз тазарып, төсегіміз жиналып, қырылмай-ақ сайыр сауылып, біраз құлағымыз тынышталып қалып еді. Көрсетіп жатқан өнегең бұл не деп атам. Енді келінің алдында абыройымды түсіргің келіп тұрма? Ал ұр, енді сенен қорқатын жайым жоқ. Осы уақытқа дейін таяқ жегенім жетер деген дауысы құлағымды жарып жіберді. Атамның, өй әкеңнің, қоймайды екенсің деді де, қалай ұрғанын көргенім жоқ. Енемнің жаған дауысы шығып жатты. Әкем шешемді ұрмақ түгілі қатты сөйлеп, шапқыратып боқтағанында көрмегенде, естімегенде екенмін. Мүмкін апамның қатқалдағының нәтижесі шығар. Мүмкін көргені сол ма екен. Ойдың жылдамдағы төркінімді ойлап үлгердім. Күйеуімнің неге шығарып жібергенін енді түсіндім. Мені көрмей-ақ қойсын деген екен ғой. Меніңше көрудің де керегі жоқ-ау. Үндемейтін адамның ашуы жаман болады деуші еді. Шапалақта, жұдырықта кетіп жатты. Байбол да әкесін тоқтата алмай жатыр. Кішкентай екеуі шырылдап жылап жатыр. Оларды да лақтырып жібергенін байқалады. Әңгімені насырға шауып кетпесін деп көршілерді шақырғым келеді. Кенет ойымнан апамның бір әңгімесінің қайнағасының ашуын келін сәлем салып алыпты дегені есіме қайдан түскенін білмеймін. Жүгіріп барып, қорғансыз әйел затын ұрып жатқан атамның алдына барып сәлем салдым да, папау, бір ашуыңызды маған беріңізші дедім. Аңтарылып ентігін баса алмаған атам қолындағы ширатып алған сүлгісін жерге 2 бүктеліп жатқан әйелінің үстіне тастай салды да зілді даусымен әкеден бір боқтап шығып кетті. Әңгіменің жалғасы бар.